Құрметті оқушылар, карантин кезінде сабақтар жаңа форматта өтіп жатыр. Оны қашықтан оқу деп атаймыз. Оған уайымдап, қобалжудың еш қажеті жоқ. Қашықтан оқу арқылы да бәріңіз табысқа жете аласыздар. Ол үшін келесі 10 кеңесті есте ұстаған абзал. Қашықтан оқу көпшілік үшін жаңа нәрсе. Ол қызық дүниені танып білуге мүмкіндік береді. Ең бастысы, қашықтан оқу кезінде сабыр сақтап, жігеріңізді танытуыңыз қажет. Қашықтан оқу ата-анаңызға өз бетінше оқи алатыныңызды танытуға тамаша мүмкіндік. Қашықтан оқу кезінде сабаққа дәл мектептегідей кесте бойынша дайындалу керек. Бір ерекшелігі, оқулық, дәптер және өзге керек жарақты бұрынғыдай сөмкеге салып, мектепке тасудың қажеті жоқ. Ең бастысы, әр сабақтың алдында керек заттарыңыз үйдегі жұмыс үстелінің үстінде дайын тұрсын. Үй тапсырмасын тек үстелде отырып орындаңыз. Арқаңызды тік ұстап, дұрыс отыруға мән беріңіз. Үй тапсырмасын сағаттап орындаған кезде арасында 15 минут үзіліс жасап тұрыңыз. Орныңыздан тұрып, ары-бері жүріңіз. Дене және көз жаттығуын жасаңыз. Телеарнадағы сабақ кезінде мұғалімді мұқият тыңдаңыз. Егер бір нәрсені түсінбей қалсаңыз, немесе жазып үлгермесеңіз, уайымдамаңыз. Өткен сабақтарды YouTube'дан қайталап көре аласыз. Тапсырманы орындағанда асықпаңыз, ызаланбаңыз, ойыңызды жинақтауға тырысыңыз. Егер үй тапсырмасын бірден орындай алмасаңыз, көңіліңіз түспесін. Білім алу кезінде ол қалыпты нәрсе. Сондықтан шыдамды болыңыз. Қашықтан оқу кезінде үйдегі ересектерге, мұғалімдерге және сыныптастарыңызға сұрақ қойып, олардан көмек сұраудан ұялмаңыз. Ең бастысы, өз күшіңізге сеніп, осы 10 кеңесті іске асыруға тырысыңыз. Сонда міндетті түрде табысқа жетесіз.